Сәлем құрметті тыңдарман, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Рахмет. Ата-анамыз ес білгеннен қарғыс алма, алғыс ал деген нақылды құлағымызға құйып өсірді. Осы сөздің әбден санамызға сіңгені соншалықты 5 күн жалғанда ешкімнің ала жібін аттамай, кім-кімнің де көңіліне қарап жүргенді қалаймыз. Қарғыс дегенді естігенде тұла бойымыз тітіркеніп, еріксізден көңіл күйіміз құбыла түседі. Өмір болғаннан кейін бәрі де кездеседі. Мына жалғанды жалпағынан басқысы келетін жандар да аз емес арамызда. Әрине, олар тура жолдан тайып, арамдықты алдына шығарып, талай адамның наласы мен қарғысына қалып жататыны тағы бар. Қазақта жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады деген сөздердің бар екендігі осындайда тағы бір мәрте ойға орала түседі. Лайым қай-қайсымыз болсын, қарғыс пен наладан қашық жүргеніміз абзал болар еді. Өкінішке қарай, 5 саусақтың бірдей болмайтыны секілді, елдің арасында талай-талай жұмып басты пенделердің бар екендігін ұмытпайық. Шындығында қарғыс тектен текке айтыла бермейді. Ол ашу ызадан туындайды. Біреу екінші бір адамнан әбден зәбір көреді. Осындай азапты өмірінде жанына батқан адам жәбірлеушіге айтқаны қарғыс екенін біз қайталап айтып жатпай-ақ қояйық. Ғалымдар оны парапсихологиядағы тіршілік иесінің жәбірлеушіге қарсы кері әсерлі қуаты күші деп санайды. Атамыз қазақ ежелгі кезеңнен қарғысқа өте сақ қараған. Бұл сөз ертедегі түркі жазбаларында кездеседі. Мәселен, Махмұд Қашқаридің сөздігінде қарғыс мағынасындағы сөздердің бірнеше нұсқасын байқаймыз. Ол сөздікте қарғақ, қарғыш деп көрсетілген. Аталмыш сөздіктен қарғыс сөзінің төркіні боларлық алғашқы мағынаны да көзге ұшыратамыз. Дәлірек айтқанда, онда ұрысу, балағаттау, қарғау, ашу, ыза, қаһар, жаза ұғымдары ретінде сипатталады. Сондай-ақ қазіргі түркі тілдерінің ішінен якут тіліндегі қарғыс сөзінің алғашқы түпнұсқасы мен мағынасы боларлықтай мәліметтер бар. Оларда харгыс сөзі кедергі, бөгет болу, қиындық туғызу дегенді білдіреді. Өмірде талай жағдай орын алады. Кейде сондай қарғыстан бүтін бір әулеттің тұқымы тұздай құрып кетіп жататынын білеміз. Алысқа бармай-ақ кезінде халықты қанша қиындыққа ұшыратқан кейбір адамдардың өмірінің соңы қайғылы аяқталғанын ешкімде жоққа шығара алмайды. Осының салдарынан кезінде әркімге тізесі батқан кейбір билік басындағы адамдар егде тартқан шақта қандай қиындықпен бетпе-бет келгенін аңғару қиынға соға қоймайды. Өткен ғасырда қазақтың санының азаюына барынша ықпал жасаған кейбір кісілер осылайша пәни өмірдің өзінде халықтың қарғысы мен наласына тиісті жазасын алып жатты. Халқымызда қара жерді жамандама, қайтып сонда барасың, қауым елді жамандама, қарғысына қаларсың деген нақыл осындайды жұмыр басты жандарға тағы бір мәрте түсіндірсе керекті. Сөз орайында айтқанымыздай, қазақ халқы қарғысы орынсыз ешқасан қолданбаған. Оны көнекөз қариялар өмірінен көріп өстік. Ақ жаулықты әжелеріміз ешқашан қарғыс немесе лағнет айтуды дұрыс көрмейтін. Реніш туған адамының өзіне тұқымың жайылғыр деп айтатын аналарымыз қарғыстың түбі жаман боларын аңғарған секілді. Сол себепті ет жақынына ешқашан жамандық тілеместен барынша сыпайы болуға тырысқан секілді. Олай болмаса, кейбір әулеттер мүлдем азайып, немесе жоғалып та кеткені ел арасында тілге тиек етіліп жатады. Мәселен, халық наразы болған немесе бір адамға әбден тізесі батқан жандар ұрпақсыз қалып жатады. Болмаса, оның ұрпағы мүлдем аз болатыны тағы да рас. Мысалы, кейбір әулеттер тек қана бір баладан ұрпақ өрбітіп, ол бірнеше атаға дейін созылып жатады. Оны қарғыстың күші демей көріңізші.
18 мың ғаламның құпиясы көп-ақ, оның тылсымына әлі күнге дейін ешкім бойлай алған емес. Ондай құдіретке адам баласының қашан қол жеткізетіні де белгісіз. Қазіргі ғылым мен техника дамыған уақыттың өзінде мұндай тылсым құбылысқа тереңінен бойлай түсінуге ешкімнің шамасының келетіні түрі жоқ. Осы тақырыпты зерттеп жүрген адамдардың айтуынша, қарғыс адам өміріне өте қауіпті құбылыстың бірі саналады. Жалпы қарғыстардың ішінде ең жаманы ет жақынның айтқан осындай наразылық. Айтпақшы, бала кезден санамызға шегелеген әке қарғысы оқ деген нақыл бәріміздің ойымызға ең алдымен оралады. Тағы бір айта кетерлігі, кейде өзінің бауырына немесе баласына әбден наразы болған бір қатар кісілер теріс батасын беріп жатады. Ол да өте жаман қарғыстың бірі болып есептеледі екен. Қазіргі күні ондай қарғыс дегенді ешкім ескере бермейтін болды ма? Мұндай сөзді ес тоқтата қоймаған жастар түгілі, әбден оң солын таныған егде жастағы кісілердің аузынан шығып жатады. Тіпті өзінің немересіне ата әжесі тұқымың құрғыр, демің өшкір деген секілді жаман сөздерді айтып, балағаттап жатады. Әрине, оның ешбір дұрыс емес екенін білсек те, демімізді ішке тартып, іштен тынып жататынымыз тағы бар. Сондықтан аузымызды ашарда не айтарымызды асықпай ойланып алғанымыз артықтық етпесі анық.